Қайырлы күн барша көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа таптырмайтын тіске басар тортилья дайындайтын боламыз. Әр түрлі салмасымен болады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып комментарий қалдырамыз. Алдымен осылай қажетті қоспаларымызды дайындап аламыз. Тұздалған қиярды жұқалап тураймыз. Свежийін пайдалансаңыздар да болады. Ысталған, яғни копченый тауықтың етінде кубиктап майдалап турап аламыз. Келесі қызанағымызды да кубиктап тураймыз. Сырымызды үккіштің үлкен көзінен өткізіп дайындап аламыз. Салат жапырағын ұзынша етіп соломка алып тураймыз. Міне мен осындай дайын тортилья сатып алдым. Сыр қосылған, ішінде 4 дана болады. Енді лепешкамыздың ортасын белгілеп алып, шетінен қайшымен қиып аламыз. Аздап кетчуптан салып, 4-тен 1 бөлігіне жағып аламыз. Үстіне турап дайындап алған тауық етін саламыз. Келесі бөлігімізге салат жапырағын қоямыз. Одан кейінгі бөлікке майонез құйып, қасықпен жаймалаймыз. Және туралған қиярымызды қойып шығамыз. Соңғы бөлігіне сырымызды саламыз. Және видеода көріп отырғандарыңыздай бүктеп орап шығасыздар. Енді келесі тортильямызға көшеміз. Мына жерде майонез, оның үстіне қызанақты қойдым. Келесі бөлігіне сыр салдым. Одан кейінгі бөлікке аздап кетчуп салып, қасықпен жаймалап, үстіне тауықтың етін салдым. Соңғы бөлікке салат жапырағын салып, орап шықтым. Үшінші тортильяда салмасын аздап өзгерттім. Бұл жерде мен табаға жұмыртқаны қуырып, соны пайдаландым. Одан кейін салат жапырағы, қызанақ және сыр салып орадым. Осымен үшінші тортильямыз дайын болды. Енді соңғы 4-ші лепешкамызды дәл осылай қып қайталап жасап шықтым. Қызанақты суынан сүзіп салып алдым. Одан кейін жұмыртқа, майонездің үстіне қиярымызды тізіп шығамыз. Және сыр соңында салат жапырағын қостым. Осылайша менде 2 түрлі начинкамен болды. Біріншісінде өздеріңіз көргендей тауық еті қосылды, екіншісінде тауықтың жұмыртқасы қосылды. Гриль тавамызды қыздырып, осылай 2 жағын қызартып қойып аламыз. Міне біздің тортильяларымыз дайын болды. Өте жылдам дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балалар өте жақсы көріп, сүйіп жейтін тағамы. Негізі салмасына кез келген өздеріңізге ұнайтын тағамды қосып, жасай берсеңіздер болады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Ас болсын. Сіздермен бірге болған меруерт.